Кәрі Каспийді жағалап суық жел бізге де жетті. Жан-жақтың барын қара түнек басып, ел елеусіз қалып, біз білмейтін тілмен, біз білмейтін құдайсыздықтың дәуірі басталды. Қара қазаны етке толы қазақтың, қақпағы жерге домалап, ас түгілі ұсақ таппайтын хәлге жеттік. Коммунистердің мойынға салған арқаны елді тұншықтырып, ауа жетпей көш түзеп, ел Түркіменге қарай жол тартқан болатын. Біз де сол жолаушылардың жолын іздеп, әбден әлек болдық. Көшті тауып аман-есен қалуымызға себеп болған қарағашта байланған қызыл орамал. Сәлем бердік, апа. Ей, амансың ба? Ерте келіпсің ғой. Аманшылық па? Аманшылық. Балтөре, Ау, қолыма су құйып жүрші. қазір. Ана Қасам шалдың малдарын осыдан бір жеті бұрын коммунистер келіп тартып алып кетіпті. Енді бізге қойшыға жетемес деп қайтарып жіберді. Заңға бағынбай мал мүлкін тыққандарды да кісендеп алып кетіпті. Ойбу, обал болған екен. Өздері аман ба? Ол жағын білмедім. Ей Алла. Әкемне хабар бар ма? Әкеңнен хабар жоқ. 10 күннің ішінде оралам деген. Көкірегінен намыскин намысшылдарға еріп бір нәрсе болып жүрмесін тағыды. Қазір шындық іздейтін уақыт емес, апа. Қанша жерден намысын қаныңмен бірге қайнап тұрса да, ана кәпірлерге адайлардың төтеп беру екі талай. Әкең бәле іздеп кеткендімі жоқ. Ана үстірттегі ағаңның қатыны қайтыс болды. Соған қайыр болсын айтуға кетті. Балтөре қайда? Балтөре отын жинауға кетті. Ертең мен жығылған жақтағы ауылға ұрып қайтам. Мүмкін сонда бір шопан керек шығар. Алыс емес пе жаяу? Ештеңе етпес. Теңіз жағалап төте жолмен тез барам. Әкеңді күт. Бір күннің әрісіне берісіне келіп қалар. Үйде тамақ бар ма, апа? Әзірше күнелтуге бар. Барлық күмістерімді әкеңе беріп жібердім. Жолдан сатып үйге тамақ аларсың деп. Ана үстірттегі ағайынның бәрі бастары оған жаққа көшіп жатыр екен. Әкем келген соң, елдің ізін суытпай бір шешім қабылдауымыз керек. Тыңдаса. Неге тыңдамайды? Неге тыңдамайды? Енді осылай аштан-аш отыра береміз, апа? Біз түгіл ана байлардың өзі аштан қырылып жатыр. Бұрынғыдай сайран салатын өмір жоқ. Ана коммунистер аш қасқырда елдің барлығының мал мүлкін тартып алып жатыр. Апа, әкем сіз тыңдайды. Айтыңыз. Өздеріңді ойламасаңдар да мына Балтөре екеумізді ойласаңдаршы. Не айтам? Тыңдамайды бәрібір. Қара басын ойлаған қара жер жұтқыр. Қойыңдаршы, тырт етсе ашулана бермей. Сонда не, айтуға да болмай ма? Жоқ, болмайды. Мына жерден елдер секілді кетуіміз керек. Басымыздың аман сауында. Әкең мысқылдаған намысшыл болса, мына ел үшін, қара жер үшін шырпыр болып жүр. Әлгі сен айтқан білгіш сымақтарға еріп. Сол намыстан не пайда?
Сол намыстан не пайда, апа? Ертең әкем тұстайды да халық жауы деп атып тастайды. Неге түсінбейсіз? Түсінбейм. Қаны қазақ, жаны қазақ, мұңалдың ұрпағы сұлтанның қатынымын. Сол үшін түсінбейм. Қойыңдаршы. Түсінбесеңдер Апа, өздерің ашуыңызды біліңдер. басыңыз. Қамбар жетер енді. Не болды ашық күнді қапылдып? Әкем келген соң бір нәрсе болар. Қамбар. Сен апамды түсін. Ол әкемнің сөзінен шыға алмайды. Түсінемін. Әкем бір нәрсеге ұрынып қала ма деп қорқып жүрмін. Уайымдама. Алла берсе бәрі жақсы болады. Саған айтуға оңай. Ана қасам шал болса қара кемпірімен керегесін құшақтап жылап отыр. Бірдей 4 баласын тұтқындап, отар малдарымен бірге қосып алып кеткен. Керек десең ауылдарының абалаған иттеріне дейін атып тастаған. Ауылдарында жоқтау айтып отырған қатын қалаштан басқа ешкім жоқ. Өкінішті. Ол коммунистер бір жаққа келсе не болады? Жағдайымыз нашар болады. Bir шама ағалар бас қосып, коммунистерге қарсы шықпақшы деген сыбыс бар. Әкем солармен бірге жүрсе таң қалмаймын. Айтпа. Қолдарында бір мылтық жоқ. Оларға қалай қарсы шығайын деп жүрген түсінбеймін. Кәпірлерін сақатастай, егер біздің адайлар қарсы шығатын болса, коммунистерге төтеп беру екіталай. Арты жаман болар, айдан анық. Апа, кешіріңізші. Ашуым басыма шауып, дауыс көтергенім үшін. Бал төре, суың қайнаса суыңды алып кел. Қазір апа. Елдің қайда көшіп жатырғанын білу керек. Әкең келгесін өзім сөйлесем. Апа, Бүгінге сөзің жетер. Шайыңды іште демал. апа түсініңізші. Бүгінге сөзің жетер деймін. Жарайды. Апа, әкем келе жатыр. Жақсы болған екен. Аман есен жеттің бе? Ай, жеттім, шүкір жайлап. Өздерің қалай, бәрі жақсы ма? Аллаға шүкір. Қамбар қайда? Таңертең Тұрғанбай ағамның жағына барып қайтам деп кетіп еді. Жей ма? Осыдан 3 күн бұрын Хасан шалдың малдарын бағам деп кетті. Барса коммунистер барлық малын тонап кеткен. Шопан керек емес деп қайтар жіберген да. Ей, қарғыс атқыр кәпірлер. Улы жыланның құйрығы осында да жеткен екен ғой. Сол Тұрғанбай ағасынан жұмыс сұрап кетті. Кешке күн батқанша келіп қалар. Ей Алла. Өзіңде не жаңалық? Анау қарағымдағы ағамның үйіне барып қайыр болсын айтып қайттым. Аман ба бәрі? Ондағылар да мәз емес. Бәрі нашар. Ат дедіңдер бері.
Ей Тұрғанбай, мен саған айттым ғой ескертіп. Ал сен болсаң, жай сөзге түсінбедің. Енді обалың өзіңе. Тү! Қарғыс атқыр сатқын. Өміріңнің соңына дейін қазақтың қарғысын арқалап өтетін боласың. Ей, жала аузыңды. Менің не арқалайтында шаруаң болмас. Байлан қолын. Екі күннен кейін қайтадан жол жүрем сол жаққа қарай. Жігіттерге көмек керек қой. Ал бізге кім көмек береді? Балаң өзін қоярға жер таппай жүр. Менің отырсым мынау қайғыдан қан жұтып. Сонда біз аштан-аш осылай отыра береміз ба? Мен ойламасаң да мына қызың мен балаңды ойласаңшы. Ей, сен қатын шөпілдемей аузың жап. Елге жау келген кезде қорқып қашып кететіндердің қатарынан емеспін. Жүрейін сол. Ел кезіп, дала кезіп. Не үй жоқ, не күй жоқ, қаңғыбас иттер құсап. Не керек сол намыс? Не керек? Ертең халық жауы деп ұстап алып атып тастаса қайтеміз? Қырсығы мына ұлың мен қызың аты еді. Сен соны ойладың ба? Жетер енді. Қамбар, сенсің ба? Балам, түрің бұзылып кетіпті ғой. Тыныштық па? Әй Балтөре, суалып кел, әкеңді оят. Ұлым. Әке, Қамбарға бір нәрсе болған сияқты. Не дейді? Ұлым. Не болды? Ұлым. Әке, Ау, ағамды қарақшылар ұстап алып кетіпті. не дейді? Қарсық. Тұр балам, үйге кір. Жүр балам, үйге кір. Сұлтан аға, ассалаумағалейкум. Алейкум. Боқмаш аға жіберді. Таңда ойлы жаққа жетсін деді. Ағалардың барлығы сонда жиналу керек. Жүр, үйге кір, төрлет. Бандылар баш серіктестігін тонап, қоймасын өртеп кетіпті. Қырсық. Жетпеген осы еді. Форт Александровскіде абақтыдағы отырған ағайын көтеріліс жасап, 200-дей кісі қашып кетіпті. Оның ішінде бізге қатысы жоқ қылмыскерлер де бар. Олар қайда? Бүгін таңда ойылға келеді деген. Жығылған жақта коммунистер қашқан кісілердің ізіне түсіп, қуып жетіп, ат тастаған. Аман қалғаны ойылға келеді. Кішкене демалып алыңдар. Сосын бірге жолға шығамыз. Арт не олар екен? Әкем үшін уайымдап отырмын. Бәрі бір Алланың қолында. Бас қоссақ кәпірлердің сазайын береміз. Көрсін, адайдың жеріне мұрын сұққан ақымақтың жағдайы не болар. Коммунистер арнайы сатқындар арасынан қарақшылар тобын құрған. Бүгін қойманда өртеп кеткен сол хайуандар. Қазақтар ма өзі? Естуімше әртүрлі ұлттан құрылған. Сен әкеңмен бірге барасың ба? Білмедім. Әкем ешнәрсе айтпады. Егер алып кетем десе кеттік. Сен секілді жігіттер бізге ауадай қажет. Қатарға қосылып, елімізді бірге қорғайық. Ана сақадай сай коммунистерге төтеп береміз деп ойлайсыңдар ма? Міндетті түрде. Үстірттің сайына келсе болды. Әр кәпірдің мойнын қылыш шошылады. Әкем анам үшін. Менің әкемді кіші медреседе Құран үйреткені үшін жазықсыз халық жауы деп ату жазасына кесті. Анам болса қайғыдан көз жұмды. Қазір қу жетіммін. Әке шешем үшін кек алмай қоймаймын. Қамбар,
Тыңдап тұрмын әке. Мұқият тыңдап ал. Қазір мен жол жүріп кетем. Ертең түстен кейін апаң мен қарындасыңды алып жолға шығыңдар. Үйден тек ең керек нәрселеріңді ғана алып шығыңдар. Кеңістікпен тек түнде ғана жүріңдер. Күндіз кеңістікке жоламаңдар. Жолда абай болыңдар. Ешкімге сенбеңдер. Есіңде сақтап ал. Көштің ізін табу үшін ағайын жолдағы белгілі жерлерге қызыл орамал байлап кетеді. Сол қызыл орамал бойынша көшке қосыласыңдар. Бекет ата басына жеткенде ойда ағайындар бар. Аман есен жеткен соң Жеткербай деген кісіні тауып аласың. Сұлтанның баласымын деп айт. Сендерге көмектеседі. Алла бұйыртып Түркмен жеріне жеткен соң, қызым, сен жүзіңді жап. Түркмен немесе перш саудагерлерінің көзіне түспеу үшін апаң мен қарындасыңды саған аманат еттім. Алла тағала жақсы күндерді жүздестірсін. Ал мен жағдай бір жағына шыққанша осында болам. Бұйырса, оразайы басталғанша қастарына барам. Қалампыр, қандай жағдай болмасын, мен қайтып келем. Маған деген өкпең болса, кешір мені. Маған аман есен қасында жүргенің абзал. Бірақ та сенің таңдауың басқа. Менің сені тоқтатар ешқандай күшім де, хақым да жоқ. Алланың қалауымен әлі-ақ бәрі жақсы болады. Ол енді уақыт еншісінде. Балтөре, әкеңнің қоржыны дайын ба? Иә, апа. Ал аға, жолға шығу керек. Кеттік. Жақсы. Я Алла, мынау қиын қыстау заманда жолымызды ашық қыла көр. Бір өзің жар бола көр. Аумин. Аман отырыңдар. Жолдарың болсын, сұлтан. Балтөре, сандықтағы қызыл орамалды шығар. Апа, ең қажет нәрсені алыңыздар. Жолға шығуымыз керек. Бізде қанша қару бар? 542 аңшы мылтығы бар. Түркмендерге жіберген хабаршы келді ме? Әлі келген жоқ. Хабаршы келгенше күтеміз. Форттан қамаудан қашып шыққандардан тек 62 кісі аман қалған. Оның ішінде жаралылары да бар екен. Таната келіп қалар деп жол қарап отырмыз. Қалғандары қайта ұсталған немесе оққа ұшқан. Түсінікті. Түркмен жеріне қарай жол тартып баратқан бауырларымыздың саны шамамен 2000-дай. Көшке жол көрсетіп баратқан Жеткербай. Дұрыс болған екен. Көш Түркмен жеріне өткен соң көтерілісті бастаймыз. Оған дейін сыбыс шығармай күтеміз. Атком төрағасының орынбасары Шәбден Ералиев
әлі табылмапты. Соңғы рет портта бір балықшы көріпті кемеге мінген. Коммунистер өздерінше қылмыстық іс қозғап жатыр екен. Ашынған халықтың одан сайын ызасын келтірмейін дегендей. Оларға да жан керек болып тұр ғой. Айтпа. Тұра тұр бәлем. Көздеріңе көк шыбынды үймелетерім. Бауырлар, көріп біліп отырсыздар жағдайды. Қазақ деген намысы бар халықпыз. Орыс коммунистері өздерінің аррам ойларын жүзеге асырып, елімізді тонап, халқымызды қырып жатыр. Бір Аллаға тәубе етіп, қатын бала шағамызды түрікмен жеріне жібердік. Біздің тағдырымыз не боларын айта алмаймын. Бұл тек бір Алланың қолында. Осы жерге отырып шай ішейік. Демалайық. Апа, мына кісілер аштан өлген екен. Ойбу, иманды болсын. Әне апа, қызыл орамал байланып тұр. Қамбар, көш осы жерден өткен болып тұр ғой. Дұрыс айтасың. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сәлем бердік. Уағалейкум ассалам. Көшімнен адасып, далада қалдым. Бұрттам суларың бар ма? Әрине. Балтөре су берші. Міне. Екі күн болды. Далада көшімнен адасып қаңғып жүргеніме. Алла разы болсын. Көмектерің үшін. Ас болсын. Далада өліп қалам ба деп ойлап едім. Қай ауылдың баласысың? Үстірттің, Соқыр Шалмұраттың немересімін. Егер танитын болсаңдар. Көшіңнен қалай айырылып қалып жүрсің? Мені жолда қарақшылардың шабуылына тап болдық. Ол қарақшылар қайда? Мені өліп қалды деп жолға тастап кетті. Біз Түркменге қарай жол тартып барамыз. Қалай ойлайсың? Көш бізден алыстап кетті ме екен? Оны айта алмаймын. Қаласаң бізбен бірге жол жүрсең болады. Әрине, маған да керек сол. Кел, жүрек жалғап ал.
Апа, тыныштық па? Бісміллә. Жайсыз түс көрдім. Су ішіп алыңызшы. Ey өмір-ай. Күні кеше алаңсыз ойнап жүрген бала едіңдер. Бірің ер жетіп, бірің бой жетіп, қуаныштарыңды тойлайтын кездерің еді. Өмірдің ащысына тап болдыңдар-ау, қызым. Әкең екеуміз құрсағымда жатқанда қиялдайтынбыз сендердің тойларының қалай өтетінін айтып. Енді міне, кім білген өміріміздің күрт өзгеретінін. Уайымдамаңыз, апа. Әкем айтпақшы, бұл өтпелі кезең. Әлі ақ бәрі жақсы болады. Әй, қайдам. Аспанға қарап, басымызға төнген қара бұлт қашан кетер екен деп, басымыз ауған жаққа кетіп барамыз. Қызым, жан бар жерде қаза бар. Мына маған бірдеңе бола қалса, есіңе сақтап ал. Дымы жоқ, сіңірі шыққан, қара кедей болса да қазаққа тұрмысқа шық. Алған затыңды орныңа қойсын, Мұра. Жақсы, айтқаның болсын. Сабыр. Апа, мына сұмырай біздің тамағымыз бен суымызды ұрламақшы болды. Көргенде біліп едім, қолындағы иініне қарап, ешқандай көштен қалып қоймағандығын. Қамбар қандай ен? Оң қолында иіні бар. Түрмеге қамалғандарға тап осылай санымен иін басады. Кешегі хабаршы айтып еді ғой, бір топ қылмыскер ағаймен бірге түрмеден қашып кеткен деп. Солардың біреуі болып тұр ғой. Мұнда біреу жатыр ғой. Тірі ме екен? Апа, мына жігіт қарақшылардың қолынан қаза тапқан. Аллам, иманды болсын. Обалай. Апа, сендер осында олыңдар. Мен барып жан-жақты бақылап берейін. Жарайды, балам. Осында олың. Балтөре, бір-екі аяқ шай ішейік. Аздап от жақ. Жақсы, апа. Қазір отын жинап келем. Жарайды, балам.
өшір отты. Неге жақтыңдар? Айтқан жоқпын ба сендерге сақ болу керек деп. Өшір маны. Тез табылу керек бізге. Жүр. Апа, аналар кеткен сияқты. Сендер осында болыңдар. Мен барып жан жақты бақылап қайтайын. Апа, Бір-екі аяқ шай ішейін деп, Балтөреге мен едім ғой от жақ деп айтқан. бұл жер деген қарақшылардың көп жүретін жері. Біз сияқты жолда жүргендерді ұстап алып, коммунистерге ақысына тапсырады. Сол үшін өте сақ болуымыз керек. Жарайды, балам. Апа, қамбар. Апа, не болды? Көзіңді ашып, өтініш. Балдарым, менің әлім таусылды. Балтөре, сен апамның қасында ол. Мен көлеңке жер іздеп келемін. Жарайды. Апа, уайымдамаңыз. Көзіңізді жұмбаңыз тек қана. Әлі-ақ бәрі жақсы болады.
Қамбар. Қамбар. Қызыл орамал. Әне қызыл орамал байланып тұр екен. Көшке жақындадық деген сөз. Апа, уайымдамаңыз. Апа. 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 Балтөре. Не болды, Қамбар? Апа. Апа. Көзіңіз ашыңызшы. Апа. Қамбар оянды. Апа, не болды? Апа. Апа, не болды? Апа, тастамайыншы. Апа, тастамайыншы бізді. Қамбар оянды апамды. Апа. Апа. Қамбар оянды апамды. Әлім жоқ. Шаршадым, Қамбар, әлім жоқ. Ламаш, Балтөре. Апа, сіз бісіз? Қайда жүрсіз? Біз сізді таба алмай жүрміз ғой, апа. Қайда апа, Балтөре? Апа, Қамбар, әне, қарашы, апам келе жатыр, әне. Апам жоқ, Балтөре. Жоқ, әне, қарашы. Жоқ, апам. Жоқ, Балтөре, әне, есіңді жиыш, апам Балтөре. келгенде Жи есіңді. Жоқ, келем деген. Жоқ. Апам өлді, Балтөре. Жоқ, өлген, Қамбар. Есіңді жи, Балтөре. Келем деген. Апам өлді. Жоқ. Не сандақтайсың, Балтөре? Апам өлді, Балтөре. Апам кел. Өлді, апам, өлген, Балтөре. жоқ, апам. Жоқ. Есіңді жи. Жи есіңді.
сабыр балтөре. Жылама, бәрі жақсы болады.